Reddit қолданушылары, жер бетіндегі ең соңғы адам болсаң не істер едің? Мен таба алғанымша ең ыңғайлы үйге кіріп, сол жерде тұрамын. Керекті жабдықтарды жинап, тірі қалу үшін егін егу туралы кітаптарды оқимын. Қарапайым адамдар сияқты мен кем дегенде жарты сағат паникаға түсетін шығармын. Көп уайымдайтын адам ретінде өлгенше паникада жүретін шығармын. Барлық үй жануарларына не болады? Мен олардың бәрін құтқара алмаймын. Мен жүрген жерде табиғи апат болса ше, маған зиян тигізгісі келетін заттардан қалай құтылам, қалай емделем? Короче, уайымдайтын зат көп, соны ойлап өліп қалатын сияқтымын. Кейінірек шіріктің иісін сезінбес үшін тез бұзылмайтындарды жинап, алдағы 2 күнде тез бұзылатын тағамдарды жеймін. Егер сен тірі қалған соңғы адам болсаң, көп шіріктің иісін сезесің. Қалған шамамен 8 миллиард адам жай ғана жоғалып кеткен жоқ деп ойлаймын. Олар өлік болып жатса, сен барлығын жинап өртеуге кіріскенің жөн. Солай ғана шірік өлік естерсіз жүресің. Барлық дүкендерде 100% жеңілдік болады. Мен шопингке барамын. Президент болуға кандидатурамды ұсынамын. Кедергі жасамаңдар, түбі жеңілесіңдер. Саған дауыс кім береді, олсыз бола алмайсың ғой. Барлығын шеш, мен енді жалаңаш өмір сүретін боламын. Пока бір жеріңе жылан кіріп кеткенше жалаңаш жүре тұр. Зона 51-ге барып, инопланетяндармен сөйлесемін. Зона 51-ге бірден баратын едім, жай ғана не бар екенін көру үшін. YouTube'тағы барлық видеоның астына соңғы деп жазып кетем. Таңдап жүріп жақсы ит асырап аламын. Ато жалғыздық өлтіреді мені. Барлық жарықтарды өшіріп шығамын. Маған қаланың жарықтары ұнамайды. Сәл күте тұр, сәлден соң барлық жарық өзі өшеді. Құдай-ай, рахаттанып тұрып ұйықтап аламын. Әсіресе түскі астан кейін ұйықтаған кайф. Бар дауысын шығарып көремін. Тезірек көріп ал, сәлден соң барлық энергия өшеді. Адамдардың үйіне кіріп, браузердегі поиск историяларын қараймын. Ең қатыгез адам екенсің, олай жасауға болмайды. Интернет өшпей тұрғанда барлық керекті ақпараттарды жүктеп аламын. Бастырып немесе суретке түсіріп алу керек. Кейін уже бәрі өшеді. Айтпақшы, Википедияны толықтай жүктеп алуға болады. Шамамен 45 гигабайт болады. Біріншісі, тамақ пен суды қамтамасыз ету. Кез келген жақын дүкенде су бар. Бұл тез шешіледі. Екіншісі, автоматтандырылған ядролық қондырғыдан қуат алатын қаланы тезірек табу керексің. Олсыз энергия өшеді. Үшіншісі, өте ыңғайлы пәтер немесе қойманы іздеу керек. Төртіншісі, тұрып жатқан жерді жабайы жануарлардан қорғау керек. Олар адамдардың жоғын көріп қалаға қарай жиналады. Бесіншісі, депрессияға түспес үшін хобби табу керек. Алтыншысы, жалығып кету қиын, өйткені жұмыс көп. Өліп қалмас үшін азық-түлік, су, киім-кешектерді жинау керек. Интернет дүкендерден заказ беремін. Сосын заказ келмеді деп нашар отзывтар қалдырамын. Әр жерден шыққан дауыстардан шошып жүретін сияқтымын, және біреу сыртымнан аңдып қарап тұрған сияқты қорқыныш болады. Музейге барып, қолмен ұстауға болмайды деген заттың бәрін ұстап көрем. Міне нағыз ақылды адам. Танк іздеймін. Мені кім тоқтатады? Айналамда ешкім жоқ болғандықтан мен танкпен қалағанымды істей аламын. Өйткені менен басқа ешкім зардап шекпейді. Өйткені мен танктың қалай жұмыс істейтінін білмеймін. Керекті заттарды жинаудан басқа электрик болуды үйреніп, күн энергиясын орнатуға жұмыстану керек. Электриктер жеңіп тұр дейсің ғой.